Саламатсыздар, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін кезекті біздің Мөлдір ханыммен сұрақ-жауап айдарымыз. Бүгін сұрақтар қарым-қатынасқа байланысты болады. Сондықтан бізге лайк басып, комментарий жазып, репост жасап, соңына дейін қараңыздар. Мөлдір ханым, сәлематсыз ба? Бүгінгі сізге алғашқы сұрағымыз. Неге кейбір әйелдер үнемі дұрыс емес ер адамдарды таңдай береді? Ең осы психологияда менің ойымша барлық нәрсеге разбор жасау оңай да. Ақшаға, денсаулыққа да олардың мысалға тез бойдарын тауып алуға болады. Ал қарым-қатынас деген не? Бұл қарым-қатынас бұл үлкен махаббат қой. Бұл жерде үлкен сезім бар да. Мысалға сен қарыздан қорықсаң, кішкене қорқасың да, оған жайлап етің үйреніп кетеді. Ал сен ғашық болған кезінде қандай боласың да? Ол адамды көргенде бойың дірілдейді, даусың шықпайды, жіңішкерейді, жаңағы жүрегің аузыңа шығып тығылады. Ол келмесе қандай қылып қайғырасың, өзіңді ешкімге керек емес сияқты жатып қаласың да. Ол енді махаббаттың күші өте терең, ол сезіммен тікелей байланысты болғаннан кейін бұл жақта нақты деп айта алмаймын да, бірақ енді возможно, приблизительно деген нәрсені айта аламын. Бізде мысалға әйел адамдары дүниеге келген кезінде ең бірінші ол көреді анада. Ананың құрсағынан шыққаннан кейін ананың омырауынан жаңағы иісін иіскеп, жаңағы махаббатын басқасын алып өсеміз. Анаға біздер көп жаңағы көп өкпелей бермейміз. Ал енді біздер әкеден қалай айтсам екен, әкемен қарым-қатынас Қазақстанның әйелдерінде көп жоқ. Бірең сараң қыздар енді мен папамның қызы болдым, папамның қасында болдым деп айтып жатады. Бірақ біздерді қалай қорқытты бұрында? Папаң айтамын, сенің папаң жуас болсын, сенің папаң тіптен өзімен өзі жүрген адам болсын да. Бірақ бізді қорқытты, қазір папаң өлтіреді. Папаң айтам, шашыңды жұлады. Ал папаң келатыр, қашыңдар, папаң келатыр, тыныш отырыңдар деген сөзбен өсірді. Содан кейін папа бізде қатты болып санамызға енді. Әке деген ол бірінші еркек, ер адам. Енді сіздің ең бірінші көріп атқан еркегіңізді сізге қалай таныстырды? Мәселе сол жерде. Мамаңыздың папаңызға қандай көзқараспен қарады, қандай қылып сөйледі. Одан кейін өзіңіздің қабылдауыңыз бар да, әрбір адам әртүрлі қабылдайды. Сондықтан да ол сіздің жаңағы ішкі қаліңізге қарай ол эмоцияны сіз жазасыз. Мысалға, еркектерді қатаң қылып көрсеткен болса, сіз ер адамдардан қашып жүресіз. Ер адамдардың алдында еркін ұстай алмайсыз өзіңізді, ойыңызды жеткізе алмайсыз, қалауыңызды айта алмайсыз. Всегда біртүрлі жаңағы бір үлкен барьердің артында тұрғандай сезінесіз. Ал кейбір отбасында күйеулерін жаңағы слабо характерный дейді ғой, енді шешелері жаңағы билеген, төстеген, не болмаса жаңағы папаңның мамасы да оны қыттай жаңағы бөпесі ұқсатып гиперопекамен өсірген болса, қолынан дым келмейді деп өсірген болса, ол еркекті әлсіз қылып таныстырады саған. И сен папаңа деген уже көз қарасың, бұл бір жүрген адам ретінде қарайсың. Соның барлығы уже екіге бөлініп жатыр. Не қатты еркек, не әлсіз еркек та. Значит, бұл жерде кімнің, әйел адамның рөлі өте жоғары болып тұр. Қай кезде де әйел адам саған қандай нәрсені беріп тұр, сен соны сіңіріп жатырсың да. Енді қазақ айтады ғой, ұядан нен көрсең, соны ұшқанда іліп шығасың дейді да. Мен оны ойлайтын, жаңағы үйдегі көрген күнделікті тамақ, жаңағы дүние мүлік олай емес екен, сезімдер. Сенің мамаң мен папаңның қарым-қатынасы қалай болып жатыр? Көп адамдар қателеседі, мен папамның ерке қызы болдым дейді. Хорошо, бола берсін. Бірақ мамаң мен папаңның қарым-қатынасы қалай болды? Сенің сол жерде не көріп, не түйдің? Мысалға, папаң саған жақсы қарап, мамаңа ұрсып жатырса, значит, сен оны жаңағы дұрыс қабылдай алмайсың. Содан кейін ертең өсе келе осындай екі топқа бөлінді. Енді идеальный семья жоқ, әрбір үйдің өзінің бір несі бар, болып жатқан жағдайлары бар. Осындай семьядан шыққан адамдар көп аса мысалға слабый папасы болған семьядан шыққан қыздарда не қалыптасады?
еркекті өзім сүйреуім керек деген абьюзер деп айтамыз ғой қазіргі тілде. Ақша аз табатын, не мүлдем жұмыс жасамайтын, еріншек, жалқау, ешбір жауапкершілікті алмайды, балдары болса да балдарына да қарамайды, саған бір сыйлық сыйлайыншы, басқа қылайыншы деген оның ниеті болмайды. Себебі сен оған күйеуге шықтым деп тұрсың, бірақ күйеуге шығып тұрған жоқсың. Сен оны наоборот өзіңе әйел қылып алып тұрасың. Мама мен папаның қарым қатынасы осы жерде рөл ойнап бастайды. Оған плюс біздің қазақтың жаңағы еркектің басын көрге де төрге де сүйрейтін әйел деп бізге еркектің жауапкершілігін тағы беріп қойды. Сен ананы көріп өстің, и жауапкершілікті саған тағы беріп тастады. Үшінші, әйел 41 жанды деп әйелге тағы да жаңағы мықтылықты үйретіп тастады. Әйелге әлсіз бола отырып бақытты болуды ешкім үйреткен жоқ. Біздерге жаңағы мықты бол, ақылды бол, жылама деген нәрсені үйреткеннен кейін біз не істедік? Бұл үйге әйел болып кірдік па? Бұл үйге әйелдің көйлегіндегі еркек болып кірдік. Енді өзіңіз ойланыңыз, бір үйде екі еркек тұрып жатыр. Не істейді олар? Бір-біріне кімнің мықты екенін дәлелдеп бастайды. Бір-бірінің айтқанына сырттай көніп тұрса да, әйел адам ішінен көнгісі келмейді, өзінің дегенін жасап жатады. Еще тағы қазақта мындай мақал бар: күйеуіңе деген бір ұртың арам болсын дейді да. Осы нәрсе көп жерде минусқа кетеді, потому что мен өзім осы нәрседен көп таяқ жедім. Өйткені күйеуімізге бүткіл сырыңды айтпа деп тастады ғой. Айтпа деген сөзде сен жаңағы жасырын жасап бастайсың. Күйеу дұшпан деген бар да. Бір ұрта арам, дұшпан деген сол ғой. Енді сен байыңа көп нәрсені айтпа дегеннен кейін сен өзіңнің отбасыңдағы болып жатқан нәрсені айтқың келмейді. Өзіңнің басыңдағы болып жатқан проблеманы бөлісіп бірге шешейік деген нәрсе болмайды. Уже сен ананың алдында төмен түсіп қалмауың керексің. Сен еркек болып кірдің ғой, әйел болып кірген жоқсың ғой. Сенің жаңа тәкаппарлығың бар, позор болмайын, ол ертең мен бетіме баспасын деген нәрселермен уже бұл жерде шайқас басталып жатыр да. Шайқас басталған жерде уже ары қарай бейбітшілік болмайды. Сіз ол кісіні өзіңіз энергетически өзіңізден төмен қойып қойғаныңызды түсінбейсіз, бірақ одан ожидать етесіз. Неге бұл өзі жауапкершілікті алмайды, неге ол маған бүйтпейді, неге маған сыйлық бермейді, неге мені сыйламайды деп біз одан претензияны іздей береміз. А на самом деле одан ұрлық жасап жүрген, олмен бәсекелесіп жүрген бессознательно біздің ішкі эмоцияларымыздан біз шайқасқа кірісіп кеткенімізді түсінбей жатамыз. Енді сен ожидать етіп жатсың, көп нәрсені үміттеніп жатсың, күтіп жатсың, ол жасап жатқан жоқ. Сен оған мүмкіндік бермей тұрсың. Одан қалса, сенің айтқан нәрселеріңді сен ойлағандай жасамай жатыр, оған тағы өкпелеп жатсың, ренжіп жатсың, артында сен арасында жаңағы оған күйеуге шыққаныңа өкініп те қалып жатырсың. Сол кезде не басталады? Адамның ортасындағы жаңағы сүйдім, күйдім деген нәрсенің бәрі үзіледі. Бұл жерде уже сыйластық жоқ, махаббатты былай қойғанда сыйластық жоқ. Бұның барлығына мына отбасынан көрген нәрсе, одан қалса қоғамдағы жаңағы айтылған сөздер бізге бессознательно жұмыс жасап жатыр. Ол менің қалауым емес, ол маған дейінгі құрылған нәрселердің ішінде мен қалып қойып шыға алмай жатырмын. Менің қалауым басқа еді. Мен мысалға қыз бен жігіт болып жүрген кезінде мен еркелей алдым ба? Еркеледім. Мен қылықты болдым ба? Қылықты болдым. Бірақ почему-то мен ана үйге барған кезінде жаңағы ата-анамыз шығарып жатқанда нағыл дейді: біздің атымызға кір келтірме, бізді жерге қаратпа, бізді ұятқа қалдырма дегеннен кейін мен өзім өмірімді сүрейін деп жатқан жоқпын. Мен тек қана жақсы әйелдің рөліне кіріп кеттім. Жақсы әйел деген не? Барлық шаруаны өзі шешіп, өзі кесіп, өзі еркектің де әйелдің де жұмысын жасауға кірісіп кетті. Всего лишь бұл жердегі ең үлкен жаңа қателік жақсы адамның, жақсы әйелдің рөліне кіру. Ал мен өзімнің жаңа қыз кезімдегі қылығыммен қалатын болсам, мен көп нәрсені басқаша шешер едім да. Енді бұның барлығы түйіндей нәрсесі, ең бірінші сіз ата-анаңызбен қарым-қатынасты, сізбен емес, ата-анаңыздың ортасындағы болған қарым-қатынасты қараңыз. Сіз сол тағдырдан қайталап жатқаныңыз бар ма? Мысалға, көп адамдар әкесінің істегені дұрыс емес, шешесінің істегені дұрыс емес деп айту арқылы, ойлау арқылы
олардан жоғары шығып кетіп жатыр да, оларды аяу арқылы, оларға таңғалау арқылы осы екеуі неге сөйте береді, неге бұлар бұл өмір сүрді деп олардың ауыртпашылығын алу арқылы біз какой-то доля ата анамыздың тағдырын қайталап жатамыз, ата анамыздың мінез құлқын қайталап жатамыз. Иә, бұл копирование деген нәрсе ғой. Соның барлығымен жұмыс жасау керек. Бұл жерде тек қана жаңағы сенікі дұрыс, мынанікі дұрыс емес, бай дұрыс емес, қатын дұрыс емес деген сөз жоқ. Екеуінде де ол эмоционалдық нәрселер болып жатыр. Бірақ қазір проблема, если әйел адамға батып тұрса, значит проблема әйелде, еркекте емес. Еркектен іздеп қажет жоқ. Еркектің сосын үшінші нәрсе айтатын, байыңның бойында қандай мінез саған ұнамай тұр, қандай сөзі ұнамай тұр, сені триггерить етіп тұр ма, сен өзіңнен ізде. Бұл мінезді мен неге қабылдай алмай жатырмын? Значит, бұл мінез менде де бар ма? Бар болады, ол сенде обязательно, міндетті түрде. Неге айтады? Сенің ол ішкі айнаң дейді да. Мысалға, күйеуің агрессивный болса, значит, сен де агрессивныйсың. Но сен жақсы болып көріну үшін агрессияңды басып іштей жаңағы қайнап тұрсың да, сыртынан жақсы деп сабырлық рөлде тұрсын, иә, сабырлы болып. Бірақ сен ішің қайнап жатқанын кімді алдап тұрсың? Сен Құдайды алдап тұрсың. Құдай сенің шынайылық бет пердеңді ашу үшін, ана жақтан арқалап келе жатқан жаңағы бойыңдағы барлық эмоцияны тазалау үшін сенің деңгейіңе тең адамды береді. Мен баяда ойлайтынмын, тең теңімен, тезек қабымен дегенді ойлайтынмын жаңағы ақшалай жаңағы орта семья, жаңағы жоғарғы бай семья, кедей семья, сондайлар ғана тартылады. Жаңағы байдың баласы байдың қызын алады, кедейдің қызы кедейге барады деп ойлайтын. Олай емес екен. Тең теңімен деген нәрсені түбінен қарайтын болсақ, менің бала күнінен бергі өмірге деген, адамдарға деген көзқарасыма байланысты менің ішкі самооценкам, если мені бала күнімде салыстырған болса, мені бала күнімде көбірек қысқан болса, мен қандай состояниеде болдым, сондай состояниедегі жүрген еркекті ғана теңестіреді екен. Сол арқылы соған қарап мен өзімді тануым керек, соған қарап мен өзімді табуым керек. Осы нәрселерді жан жақты қарастыратын болсақ, даже қазір түсініп қалып, осы видео арқылы болсында бір сәтке ойланатын болсаңыз, ана кінәлап жүрген байыңыздың ешбір жазығы жоқ екен, жайлап түсініп бастайсыздар. Керемет. Келесі сұрақ, больной тема бұл. Күйеуіңнің ақша бермеуі психологиялық тұрғыдан нені көрсетуі мүмкін? Нені білдіруі мүмкін? Ақша бермей тұрғаны, значит, сен әлемнен ақша алмай тұрсың. Ол еркек жадный емес. Біріншіден, сенің жадныйсың көп болса өзіңе, да? Мысалға, сен қолыңда ақша бар, жаңа қымбат нәрселерді алуың мүмкін, үйге алуың мүмкін, балдарыңа алуың мүмкін, барған жерге күштетіп беруің мүмкін, да? Бірақ өзіңнің жеке қарабасыңа, өзіңе қажет нәрселерден мысалға алмай жырып қала беретін болсаң, значит, это жадность к себе, да? Мысалға, бұлай болады, ол менде көп болды ол нәрсе. Балдарыма аламын, байыма аламын жақсы нәрселерді. Өзіме жаңағы көйлек болсын, басқа болсын, арзандауын ала салам, мен жақсы барады ғой киіп тастайтынға. Я болмаса ақшаның есебіне қараймын да, бірінші осылар алсын, мен кейін аламын деп өзімді кейінге сырып тастай беремін. Енді мен әлемге қандай нәрсе беріп тұрмын, маған керегі жоқ, мен оған лайықты емеспін, мен соңына тұра тұрайын деп тұрмын. Сол ойда мен ол адамнан сұрап тұрмын, ол адам маған әрине жоқ деп айтады да, егер сұрап тұрсам. Ал екінші типті әйелдер бар да, ол еркектен ақша сұрағысы келмейді. Неге? Өйткені еркектің алдында өзін төмен түсіп қаламын деп қорқады. Өзіңнің тауып атқаның қайда деп айтама, тағы басқа нәрсе. Үшін басымнан сөз астырғым келмеу үшін мен одан алмай өзімнің әйтеуір бір былғалап анадан мынадан бүйтіп жүре бергенім өзіме удобно болатын адамдар бар да. Үшінші ала алмайтын адамдар ол өзінің бойындағы самооценкасының төмендігі. Самооценка деген не нәрсе? Самооценка дегенде көп адамдар қателесіп отыр. Самооценка, мен өзімді қаншалықты бағалаймын, мен өзімді қаншалықты құрметтеймін, мен өзімді қаншалықты сыйлаймын, мен қандай нәрсеге лайықтымын. Сол нәрсем егер төмен болса,
адам маған байым да басқалардан да сыйлық алу да ақша алу да айтқанымды өткізу де жүргізу де қиындау болып жатады. Келесі сұрақ: әйелдің өзін бағаламауы қарым қатынасқа қалай әсер етеді? Адам өзін бағаламауы бұл қарым қатынас емес, бұл барлық нәрсеге әсер етеді. Мысалға, мен өзімді бағаламайтын болсам, өзімді сыйламайтын болсам, менің өмірім өте қиын дәрежеде өтеді да. Егер де мен қарым қатынасым жақсы, енді қарым қатынас біріміз ажырасып кетіп жатамыз, біріміз жаңағы күйеуге шықпай қалып жатармыз да, не болмаса ажыраспай ақ та жаңағы сол енді бірге тұру керек деп тұра берермін да. Бірақ мен өзімді сыйламағаннан кейін мен бақытты бола алмаймын ғой, дұрыс па? Мен еш нәрсеге лайықты емеспін. Мен өзіме деген ешқандай жаңа құндылығымды білмеймін. Сол кезінде менің осындай энергияммен дүниеге келіп жатқан балдардың бұл бойында болады. Уже сіз өзіңізді әйтеуір ақыл тоқтатқан, бір сабырлымын деп ақтауыңыз мүмкін. Жақсы, енді Құдайдың бергені, бұйырғаны осы шығар деп артынып тартынып бұл өмірден озасыз ғой. Бірақ сіздің балдарыңыз сіздің сол энергияңызбен, сіздің сол сүтіңізбен дарыған нәрседе өскен кезде сіз солардан сол нәрсені көресіз ғой, жаңа өзін бағаламай тұрғанын, басқа адамдардың алдында, басқа балдардың алдында балаңыз жаңағы мұңайып тұрса, өзінің қалағанын айта алмай жатса, өзінің ойын жеткізе алмай жатса, жаныңызға батады ғой. Сол себептен де ең бірінші мен барлығын қарым қатынасқа да басқаға да тіремей тұрып, адам ең бірінші өзін бағалауды үйрену керек. Бағалауды үйрену үшін енді барлық жерде айтып жатыр ғой, мысалға, сен бәленбай спермадан жаңа жарып шыққан дарасың да, болды, сол жерде барлығын айтып тұр ғой, сен сол жерде бір жерде өліп қалған жоқсың. Сенің осы жерге Құдай лайықты дегеннен кейін сені сол анаңның құрсағына салып, тірілтіп, жан беріп, қаншама жаңағы мүмкіндіктерді беріп дүниеге әкелді. Сіздің өміріңіз қандай болып жатырса да, бірақ сіз бар лайықтыға, бар жақсылыққа лайықты деп Құдай шешкеннен кейін ол жерде ойланатын нәрсе жоқ деп ойлаймын. Әрбір күніңізде өзіңізге мен бар жақсылыққа лайықтымын деп каждый раз айта беретін болсаңыз, сізді айналаңыздағы адамдар сыйлап бастайды. Сіз өзіңізді сыйлайтын болсаңыз, өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, сіздің қасыңыздағы күйеуіңіз сіздің неңізге қарай, жаңағы өзіңіздің энергияңызға қарай сондай сізді сыйластығы қатты болады, сізге деген махаббаты қатты болады. Кәдімгідей сіз не айтсаңыз да ол кісі сіздің неңізді орындағысы келіп тұрады. Айтқан тапсырмаларыңызды болсын, сұраған сұрауыңызды болсын да, мен қалап тұрмын, мен қаламай тұрмын деген нәрсені ол кісі естиді. Ал егер де мен өзімді сыйламайтын болсам, жаңағы ұйықтағым келсе ұйықтамау да, даже осының өзі сыйластық емес та. Ерте тұрам деймін, тұрмаймын, бірдеңені жасаймын деймін, жасамаймын, өзіме керек заттарды алмаймын, өзімнің қаламай тұрған жеріме барамын, сөйлескім келмеген адаммен сөйлесем, көп қой енді сыйламайтын, жаңағы лайықты емеспін деген нәрселер элементарный нәрселерден бола береді. Ол жаңағы кейбіреулер айтады, мен барды алып жатырмын өзіме, мен қалауымша не істеп жатырмын, мен самооценкам күшті деп айта береді. Бірақ сенің күнделікті өзіңмен қарым қатынасың қалай? Сен өзіңе берген уәдеңде тұрып жатырсың ба? Сен өзіңді жаңағы зорлап, қинап жатқан жоқсың ба? Сен өтірік айтып жатқан жоқсың ба? Сол нәрсенің бәрін қарасаңыз, сіздің ішіңізде көп нәрселерді сезініп бастайсыз. Енді адам өзін лайықты сезіну үшін ең бірінші өзіне берген уәделерді жасап бастау керек. Өмірдегі отчетты да беретініміз, мысалы, ертең өлген кезінде мен жаңағы байым ондай болып еді, ата-анам мындай болып еді, балам сондай болды, содан мен өзімді жаңағы бейшара сезіндім, содан мен өзімді лайықты сезінетін мүмкіндігім болған жоқ, лайықты өмір сүретін солардың кесірінен мүмкіндігім болған жоқ деп айта алмаймыз ғой. Құдай саған берді осы өмірді, осы ғаламның барлығын періштесін қосып саған қызмет жасауға берді, сен уже лайықтысың. Жаңағы бір тамшыдан алып адам жасады сенен, осы ғаламды саған қызмет етіп берді, болды. Сен даже осыны түбірімен түсінетін болсаң, сенің өзіңе деген махаббатыңды көтеретін болсаң, значит сендегі қарым қатынас саған деген жолдасыңның, басқаның сыйластығы өзгереді. Қарым қатынасқа самооценка төмен болатын болса, мен өзімді лайықсыз сезінетін болсам, ол тікелей байланысы болады. Ол кәдімгідей сені Құдай пока оятпайынша
осы сенің байың түрлі нәрсені көрсетеді. Саған изменаны да көрсетеді, саған таяқты да жегізеді, саған жаңағы ештеңені алып бермейді, сыйлық алып бермейді. Например, элементарный бір 8 марта гүл алып бермейді да, сен сонда оны жадный деп ойлап тұрсың, бірақ сен оған мен өзім лайықты емеспін деп ойлап тұрсың. Сенің жаңағы сезімің ішіндегі мен лайықты емеспін деген мына күйеуіңнің әрекетінен көрсетіп тұрады. Оны да істеп тұрған Құдай ғой, мысалы ол адам жаман қылып әдейі берген жоқ саған. Сен сол нәрсені көріп бір күні хватит деп жаңағы ашуыңды бәрін жинап өзіңді өзгеріске әкелуге беріп тұр. Значит, сен лайықты емес екеніңді түсіне алмай тұрсың ба? Сенің жаңағы күйеуің саған тікелей соны көрсетіп тұр. Күйеуіңмен қарым қатынасты қараңдар, қаншалықты өзіңді лайықты екеніңді, қаншалықты сенің самооценкаңның құндылығың жоғары екенін күйеуіңнің саған деген көзқарасынан айыруға болады. Соңғы сұрақ, ажырасқысы келіп жүрген қыз келіншектерге қандай кеңес берер едіңіз? Мен уже болдым, ажырасқым келеді деп ойлап жүрген келіншектерге. Енді білмеймін, менің көп жерде мысалға айтып жатады да, бір-бірін қинай бергенше ажырасып кеткен жақсы, может екеуі де бақытты болып кетер деген сияқты нәрселерді естимін. Даже кейбір психологтардың да сондай кеңес беріп жатқанын естимін. Бірақ та менің ойымша, бұл тек жеке менің ойымда, менің ойымша мен айтар едім, ажырасуға никогда асықпау керек. Сен қазір ажырасасың, хорошо, сен бұл жерде Құдай саған бір нәрсені түсіндіруге жіберді ғой. Бұл бай сенің опытың, бұл бай сенің ішкі деңгейің, ішкі өзіңе деген қарым қатынасыңды көрсетіп тұрған ең бірінші ұстазың. Сенің тікелей ұстазың сенің байың. Потому что бұны саған лайықты деп берген Құдай ғой, өзің таңдадың. Құдай сенің көзіңе көрсетті. Сен сондай вибрацияда жүргеннен кейін, сондай деңгейдегі адамды тарттың. Бірақ там сен оны түсінбегеннен кейін жаңағы ортадағы өкпе реніштер көбейіп келді да, сен оны кінәлап жатырсың қазіргі таңда. Оның өзгертем деп оған күш салып жатсың. Оның өзгертіп қажет жоқ. Мен өзгергенде ол өзгереді деген нәрсеге түсінуіміз керек. Менің ойларым өзгергенде оны жаман қылып тұрған кім? Мен. Оны жаңағы жаман қылықтарын көріп тұрған кім? Мен. Менің ойларымнан мен білдім ол өзгермейтін, мен білдім оны осындай. Мен ештеңе білген жоқпын. Мен просто солай деп ойладым, сондай бір көзқарасымен қарап қалдым. Енді айттым ғой, ол туа біткеннен бастапқы келе жатқан бір эмоцияның салдарынан болып жатқан нәрсе ғой. Ол сендерге барып психологияға барып, жаңа өмір бақи өздеріңді қазып жұмыс жасай бер деген нәрсе емес. Просто бұл маған Құдайдың беріп тұрған нәрсесі. Бұл жерде мен не түсінуім керек деген сұраққа түсуіміз керек. Сосын жаңағы күйеумен қарым қатынасымды өзгертуге, жақсартуға ниет еттім деген ниетті қою керек. Ажыраса салу оп оңай. Ажырасқан екенсің, жақсы. Сенің жасың нешеде болса да, ертең сен басқа адаммен кездеспейді емессің да, кездесесің. Кездескенде саған керемет адам кездеседі деп мен айта алмаймын. 100% гарантия, сенің бірінші адамың қандай болды, екінші адам соған ұқсас келеді. Тап сондай болмағанмен де көп жері ұқсас болады. Басында байқамай, жаңа бірінші күйеуге де шығып қойдың ғой, өзіңнің кім екеніңді білмегеннен кейін, ол саған көрсетіп жатыр ғой. Енді сен одан ажырастың. Екінші тағы да байқамадың, тағы да ой керім анау күшті боламын дедің да, тағы қосылдың, ол тағы сол нәрсені қайталайды да, сонда сен неше рет күйеуге шығуға дайынсың деген сұрақ. Или өмір бақи күйеусіз жүрем деп ойлайсың ба? Егер де күйеусіз жүрем деп ойласаңыздар, мен сіздерге мынандай нәрсені айтайын. Жалғыздық тек қана Құдайға жарасқан. Ең үлкен дүнияда күнә болса, ол жалғыз басты жүру. Еркек адамға да, әйел адамға да жалғыз болуға болмайды. Құдай жұп-жұбымен жаратты ма, значит біз жұппен бірге болуымыз керек. Ол жерде көну керек, төзу керек деген әңгімені айтып отырған жоқпын. Басты мәселе түсінуіміз керек. Бұл менің қандай өмірімдегі опыт. Бұл қандай менің программамды өзгерту керек. Менің қандай мінез құлқымды, мен нені дұрыс түсінбей жатырмын. Сол тұрғыда кішкене жұмыс жасайтын болсаңыз, кешегі жаман деп отырған күйеуіңіз ертең мүлдем басқа адам болады. Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз өзгергенде, ол адамды басқа қырынан танып, көріп бастайсыз. Ал енді ажырасқан кезінде де тағы да көп аса балдар қиналып жатады да. Мысалға, әкесіз өскен қыздардың тағдыры кішкене қиындау болады. Сондықтан да мен ойлаймын, каждый ана
ажырасар алдында кәдімгідей өзімен кішкене жұмыс жасап ізденсе екен деймін. Ажырасуға үлгересіз, тіптен ем қонбады болды деген кезінде көресіз. Бірақ оған дейін өмірді қиындатпай ең бірінші осы жаңа отбасымды сақтап қалуға ниет еттім, осы қарым қатынасымды жақсартуға ниет еттім деп Құдайдан күнде ниетіңізді қоятын болсаңыз, сіздің ішкі бір сезімдеріңіз оянып бастайды, көзқарасыңыз кішкене өзгеріп бастайды. Бәрін беруші енді бір Құдай ғой. Сондықтан да ажырасуға мен ешқандай кеңес бермеймін. Ажырасқанның артында ол қайталана беретін, бітпейтін сол бір программаның ішінде жүре бересіз. Одан сіздің балаңыз да қиналып жатады, одан өзіңізді ертең кінәлап бастайсыз да. Толыққанды отбасы деген ол мына айтып атады ғой, енді мама папа деп атады. Шынымен де маманың қанымен әкенің жаңағы тамшысынан жаратылдың. Значит, сенің бойыңда әке жақ, мама жақтан келатқан мінез құлықтарды қалыптасты саған. Сол үшін де біздер жаңағы әке шешемізді қабылдай алмай жатамыз. Содан өзіміздің отбасымызда жаңа ауызбіршілікті жасай алмай жатамыз. Бұның түбірі қандай психологқа барсаң да ең бірінші ажыраспай тұрып, өзіңнің ата-анаңмен қарым-қатынасыңды қарап ал. Содан кейін өзіңнің ойларыңмен, мінез құлқыңмен жұмыс жасап ал. Сол кезде өзгермейтін болса, онда енді шешімді қабылдайтын өзіңсіз. Бірақ енді ата-анаңмен қарым-қатынас түзелгенде, сен өзіңмен өзің қарым-қатынасың түзеледі. Жаңа біздер минус плюстен тұрамыз ғой, мақтап жатса жақсы көреміз. Ал бір жаңағы маған ұнамайтын мінезімді айтып жатса, сен тәкаппарсың, жадныйсың десе, қабылдамаймыз. Неге? Өйткені мойындағымыз келмейді ондай екенімізді. Бірақ батареяда да плюс-минус тұрады ғой, адамда плюс-минустан жаратылғанбыз біздер. Сондықтан сенің бойыңда қандай да мінезің бар, соны көрсетуші сенің жолдасың, күйеуің, байың демек. Значит, одан қаштым деген сөз, одан ажырастым деген сөз, сен өзіңнен қашып, өзіңді жауып, өзіңді өзің қамап жатырсың. Мен өзгергім келмейді деп жатырсың. Енді қорытындысын айтатын болсам сіздерге, адам дүниеге жалғыз келіп, жалғыз кетеді. Адам ешбір уақытта, соның ішінде мына тема қазір әйел заты ғой, әйел заты ешкімнің алдында кінәлі емес, ешкім оған міндетті емес. Осы нәрсені түсінуіміз керек. Құдай бізді жалғыз жіберді, бірақ не үшін жіберді да? Өзіміздің бұл өмірде Құдайды тану үшін, өзімізді тану үшін, анамыздан шыққаннан бастапқы біздің санамызға, денемізге жазылған программалардан тазалап, өзіне жарығын үлкейтіп, өзіне қайтару үшін жіберді. Біз білеміз, жан ретінде келдік, жан ретінде ертең кетеміз. Бірақ мына менің тәнім қандай программамен өмір сүріп жатыр, соған байланысты барлық жағдайлар болып жатыр. Енді тағы қайталап айтамын, менің күйеуіммен қандай проблема болып жатыр, значит, мен бір нәрсені түсінбей жатырмын, бір нәрсені шешпей жатырмын, ниетімді, жауапкершілігімді өзіме қатысты ала алмай жатырмын. Осы тұрғының бәрін түсінетін болсаңыз, сіздің күйеуіңіз міндетті түрде өзгереді. Оны өзгертемін деп еш жерге апарып, оған ақыл айтып, оны қорқытып ажырасамын деп та ондай амалдарды мүлдем жасаудың қажеті жоқ. Еркек еш нәрседен қорықпайды. Ажырасам десең, хорошо дейді. Бір жерге барып емделейік десең, ол еркек сенбейді, бармайды. Өйткені ол Құдайға бізден көрі жақынырақ. Егер еркек әйел деп бөлетін болсақ, бұл жерде тема, бұл жерде проблема менде ғой. Менің күйеуім маған ұнамай тұр. Значит, бұл менің өмірдегі Құдайды тануыма, өзімді тануыма келіп тұрған ең бірінші менің ұстазым. Өйткені ата-анамызбен бізде ондай қарым-қатынасымыз дұрыс емес болғанда да, біз одан шыққаннан кейін оларды аяп болсын жақсы көреміз, қалай болса да сыйлаймыз, біз олардан отказ бере алмаймыз. Ал еркекті біз чужой көреміз. Оның отбасын бөлек көреміз, оны басқа адам ретінде көреміз да, осы жерде бөлініп кетті. Екі нәрсеге бөлініп қалдық. Екі нәрсе емес, ерлі зайыпты ол бір тұтас. Ол сенің барлық жаңағы өмірдегі проблемаңды шешуге де, сол проблеманы создавать ету арқылы Құдайыңды тануға, өзіңді тануға келген ең үлкен ұстазың. Осы нәрсені ұмытпау керек. Оны всегда жек көріп, оның минусын тере бермей,
бұл нәрселерді маған не үшін беріп тұр деген сұрақты көбірек қоямыз. Жаңағы ниетті көбірек айтамыз. Сол кезде барып сенің қасыңдағы адам өзгереді. Даже айтып отырмын ғой, қыз балдар ер адамдарға мысалға қарым қатынасы дұрыс емес болып жатса, күйеуге шыға алмай жатырған қыздар болса да, соларға айтар ақылым, сіз еркектердің барлығын бір мусорға еркектер сондай деп тастай берудің қажеті жоқ. Еркектердің барлығы сіздің көңіліңізден шықпай жатқаны сіздің өзіңізге деген махаббатыңыз, сыйластығыңыз, өзіңіздің құндылығыңыздың түбінде жоқтығынан болып жатыр. Неге саған ондай еркек кездесе береді? Жақсы біреу сондай болса, екіншісі тағы сондай болса, үшіншісі тағы сондай болса, значит, ойланатын уақыт келді ғой. Бұл проблема, значит, еркектерде емес, бұл проблема менде. Маған дұрыс бай керек болып тұр ма? Значит, менің қай жерім дұрыс емес. Бұл сіздерді өзіңізді кінәлау, не болмаса сіздердің жаман деп жатқан нәрсе емес. Тағы да қайталап айтамын. Құдайға барар жолындағы барлық нәрсені сізге Құдай ғана беріп тұр. Значит, сіз оған кінәлау алдында, мен Құдай мені қандай қылып жаратты да, жаңа айттым ғой, барлық нәрсені біздер жеңіп шықтық, бәленбай жаңағы спермадан деп жатырық та, осы әлемге лайықты қылып әкелді, одан кейін барлық нәрсені лайықты қылып беріп қойды да, соның ішінде бір адам лайықты болмай қалды ма не? Логиканы қосатын болсақ, шыны мәнінде де бұл жерде басқа адамда проблема жоқ. Ажырасуға, тағы қайталап айтамын, ешқашан асықпаңыз. Ажырасуға үлгересіз. Егер де ол сіздің адамыңыз болмаған күнде, ол Құдай ол жолды сізге көрсетеді нақтылап. Бірақ мен айтамын, өз-өзіңнен қаша беруге дайынсың ба? Қашанғы сен қашасың? Күйеуге шыға алмай жүрген қыздарға да сол, қашанғы сен дұрыс еркек кездеседі деп, бір еркекті басқа еркекпен салыстырып, уақытыңды, өміріңді өткізе бересің. Өзіңнің әлің келмей жатырса, мамандарға хабарласыңыздар. Шынымен де адам өзінің минус жақтарын көп көре алмайды, сезіне алмайды, көріп сезінсе де мойындағысы келмей жатады. Біз мойындамай жүргенде тек уақытымызды өткізіп жатырық. Уақыт өткен сайын сенімен проработка жасауда, саналы түрде жүрегіңнің ашылуы да қиындай береді, ол жабыла береді. Значит, сізге осы видео түссе, значит, сізге өзгеретін уақыт келді. Байды жайына қалдырамыз, еркекті жайына қалдырамыз. Бұл жерде әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді. Значит, бізге басқа еркектерге қарағанда сезім жағын көбірек берді. Әйелдің сезімі көбірек оянған болса, әйелдің сезімі ашылған болса, онда оның қалаулары да қылықты болады да. Сол кезде сенің алдында ешбір еркек саған жоқ деген әңгімені айта алмайды. Бар тапқанын саған беріп, сенің жағдайыңды жасауға, сені қамқорлауға, сенің кәдімгі бір күшті опораң болуға ол өздігінен дайындалады соған. Егер менің ішім, мен тек қана нәзік әйел екенімді, мен сезімнен жаратылғанымды, мен бұл әлемге сезім бере алатынымды түсінуім керек. Ал көп әйелдердің қазір мықтылыққа айналып кетті, проблема шешуге кетті, еркекпен тең-бе-тең жұмыс жасауға кетті, не болмаса бала үшін өмір сүріп кетті. Отбасының тағы да құлдырауы, дүниеге балдар келгеннен кейін көп фокусты балаға қойып кетеміз. Өзімізде жоқ болып қаламыз, ол жерде күйеуімізде жоқ болып қалады. Сол кезде мына бір-бірінен энергия үзілген кезінде тоже жаңағы түсініксіз жағдайлар көбейе береді. Сондықтан да ең бірінші фокусымыз біздің өзімізде болу керек. Содан кейінгі қалған нәрсені Құдай өзі реттеп береді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ажырасу ол енді крайнім случай мыңнан біреу ғана болу керек деп ойлаймын. Ал қазір бізде ажырасу өте көп. Бұл жерде тағы айтып кететін нәрсем, самооценка, жаңағы құндылық деп жатырық қой, өзімізді бағалау, мен лайықтымын дегеннің екі түрі болады. Оның жаңа ауру түрі болады, дұрыс түрі болады да. Ауру түрі жаңағы эгоизмге көбірек салынып, менің дегенім, менің қалауым деген нәрсені көбейтіп жіберіп жатыр қазір. Енді батыстың психологиясы деп те кінәлап жатыр, басқалардың нәрсені айтып жатыр ғой, бірақ соның ішінде шынымен де мен дегенде ол менің сыртқы бейнемді күшті қылып ұстау ма, әлде мен ішкі
дүниемді Алламен байланысу арқылы сезімдерімді аша отырып өзімді бар жақсылыққа лайықты сезіну ма? Сөзбен лайықтымын деп айқайлау ма? Сезініп лайықтымын деп өзіңнің орныңды кәдімгідей нақтылау ма? Осы жағынан көбірек ойланыңыздар. Өйткені көп адамдармен кездесіп сөйлесем, менің самооценкам күшті, мен бар жақсылыққа лайықтымын, менің дегенім болады, менің үйде де дегенімді жасаған, қазір де мен өзім дегенімді жасатам деген әйел адамдар өте көбейіп кетті. Ол уже ауру түрдегі жаңағы өзінің қабылдамай жұрттарға дәлелдеу арқылы құр мен лайықтымын деген айқай. Өзін мен бармын деп көрсетудің түрлері ғой. Ал егер де мен өзіме сенімді болсам, мен өзімнің лайықты екенімді білетін болсам, маған оны айтып қажет жоқ. Мен оны әлемнен просто так алып отырамын. Сондықтан да қыздар, сезімге берілейік, өзіміздің ішкі сезімімізді оята білейік. Күнделікті жаңағы өзіңізге айнаға қарап болсын, мен лайықтымын бар жақсылыққа деген нәрсені әрбір клеткамызге жазу арқылы, айту арқылы қондыруымыз керек. Өйткені жаттап алған лайықтымын ол бөлек болады, ал күнделікті өзіңе айту арқылы, сезіну арқылы шыққан лайықты ол басқаша жұмыс жасайды.